Қалай ойлайсың? Таза жүрек деген нені білдіреді? Шынайы жүрек дегенді білдіретін болар? Тағы да? Білмеймін. Шынайы сонымен болды. Иә, шынайы болар. Бірақ шынайы жеккөршілік, шынайы кек алу тілегі, шынайы өз-өзіңді жақсы көру, шынайы тәкаппарлық та бар ғой, солай емес па? Оның бәрі таза емес жүректен шығады. Сәлем достар, сіздермен бірге Бақыт Лайф арнасында Бақытты жүрек рубрикасы, қош келдіңіздер. Таза жүректі іздеу бүгінгі тақырыбымыз, достар, сіздермен бірге бөлісетін. Таза жүректі іздеу адамзаттың өмірдің мәнін іздеумен, бақытты іздеумен қатар тұратын негізгі ізденістердің бірі. Былайша айтқанда, бұл кіршіксіздікті іздеу. Ал кіршіксіз адам қандай адам? Ақжарқын, ашуланбайтын адал адам. Ол өз пайдасын іздемейді, ол өзгелер үшін өмір сүреді, көре алмаушылық, өтірік айту, екіжүзділік, опасыздық секілді қасиеттер оған жат. Құрбандыққа барғыш, ергезек, сенімді, кешірімді. Горкийдің Данкасы, Купердің Зверобойы, Евгений Онегиндегі, Татьяна Ларина, Алқызыл желкендердегі Ассоль, Гайдардың Тимур мен оның командасы секілді. Адамдар таза жүректі ойдан шығарылған дүниеде ғана емес, шынайы өмірде де іздейді. Әділ, аянбайтын қайсар, Құдайға өз өмірін арнаған жаман қасиеттерден тазарғандар мінбелерге шығып, төменде босып жүрген көпшілікке ие. Таза кемеңгердің үлгісін көрсетеді. Рас, бұл қашанда өлгеннен кейін болады. Себебі жақсы идеал, өлі идеал. Жүректері тазалардың тағы бір түрі бар. Бұл әсіресе Ресейде кең тараған диуаналар. Шындықты көре алу тек соларға ғана берілгендіктен, олар тек шындықты айтады. Мысалы, болмаша ақшаға қаншыр патша үшінде, өн шығармайтын халық үшінде мұнажат ететін Пушкиннің қайыр тілеушісі Борис Годуновтағы бейшара Николка немесе Достоевскийдің идиотындағы таза жүректі адам туралы роман үшін айқалаған атау. Және қазір сәндегі сансыз көп диуаналар. Кейбіреулер таза жүрек бұл құмарлықтардан азат жүрек деп дәлелдейді. Шынымен де адамның бойы тілектерге, ұмтылыстарға, сонда құмарлықтарға толы. Ал ақшаның, беделдің, айналасындағы адамдардың пікірлерінің және басқа да көптеген нәрселердің құлы. Кішкентай кезінен бастап, әбден қартайғанға дейін бәрі аңсаған армандарының орындалуын күтіп өмір сүреді. Солай емес пе? Міне осы кезең аяқталсын. Сосын мынаны істеймін. Осыдан өтіп кетсем болды. Сосын не? Сосын не? Мәңгілік бақыт па? Бірде бір кісі өзінің баласынан сұрайды, балам оқу біткен соң не істейсің дейді. Жоғарғы білім оқуға барам дейді. Одан кейінше, оны бітіріп, енді жұмыс істеймін дейді, мамандық бойынша. Кейінше, енді біраз жұмыс істеймін дейді. Кейінше, енді картингесін жұмыс істеп, кейін енді қалай енді пенсияға шығамын дейді ғой енді. Одан кейінше, енді немерелерім болады. Кейін немерелеріме қарайласам дейді, балаларыма көмектесем. Одан кейінше. Одан кейін бала ойланып қалады. Бақыт өмір неде, ары қарай не? Иә, ананы өтесің, мынаны істейсің, ал өмірдің мәні де, мақсат не? Бақыт, шынайы бақыт неде? Сонымен мәңгілік бақыт па? Тек сол қалаған сосын келіп болмайды. Бәріміз жүгірістің шегі жоқ деген естен тандыратын қорытындыға келеміз. Құмарлықтарсыз таза жүрек туралы ой осыдан туындады. Бірақ та құмарлықтар жайдан жай кетпейді. Олар адамды жайына қалдырмайды. Олар оны өздерінің темір құрсауында ұстайды. Түнгі тыныштықта күнәқар азғырулармен мазалайды. Одан азат болу үшін күресу қажет. Дін тарихында осы еңбекке өмірін арнаған адамдардың көптеген мысалдары бар. Мысалы, мысырлық Мариям. Бұл қағидаға айналған қасиетті әйел барша тәубеге келген әйелдердің жебеушісі болып есептеледі. Жас кезінде ол көптеген құмарлықтарға беріліп, күнәға батты. Алайда тәубеге келгеннен кейін Мариям айдалаға барып, жарты ғасыр өмір мәжатпен, оразамен оңашалықты өткізді. Бірақ алғашқы 17 жыл ол үшін өте қиын болды. Бұл күнәқар ойлармен және өткен өмірдегі ләззатты естеліктермен күрес жылдар еді.
әділдік осы дүниеден бас тарту, құмарлықтарды өлтіру, таза жүрекке қол жеткізудің бұл тәсілдердің бәрі адамның өзінен гөрі қоршаған ортаны өзгертуге бағытталған. Әрине, шынжырмен жартасқа танулы, тұрып немесе шөл далада өмір сүріп, жүріп, ішу, қыдыру, немесе азғындық жасау қиын. Алайда ешқандай шынжыр, ешқандай батпақ немесе шөл дала жүректі жаман ойлар мен армандардан ұстап тұра алмайды. Себебі адамның ішкі дүниесінен, яғни оның жүрегінен шығатындар мыналар: жаман ойлар, азғындық. Екіншілері, таза жүрекке қол жеткізудің жолын сол күнделікті өмірде қоршаған азғырулармен үздіксіз күрес жүргізуден көреді. Иса оларға таудағы уағызында айтқан алғашқы тыңдаушылары тазалықты сақтаудың қаншалықты маңызды екенін бала кездерінен ақ білді. Дәстүрлі дәрет алу, тазалық заңдарын сақтау, оқшалау шаралары еврей қоғамының өмірінің бір бөлшегі болды. Мәсіхтің ілімінде қарсы қойып салыстыруға өте көп мән берілетіні бекер емес. Тәннің тазалығы және рухани тазалыққа немқұрайды қарау ұстаз парызшылдардың аштықсының қауіпті екендігі туралы көп рет және көп қырлы ескертті. Қиындық ғасырларға созылды. Мен сенің істеріңді білемін. Жұрт сені тірі деп санағанымен рухани өлісің деп бізге кітапта айтылады. Парызшыл сөзі айлакер, өзінің айтқаны бойынша өмір сүрмейтін өтірікші адам дегенді білдіретін 200 сөзінің баламасына айналды. Алайда адамдардың көпшілігі оны өздері де білместен парызшыл болып табылады. Айналадағы күнәқар шынайылықпен күрес мақсатқа, өмірдің мәніне айналған кезде құтқарылуға тек осылай ғана қол жеткізуге болады деген сенімділік болған кезде өз жүрегінің тазалығы екінші орынға сырғиды немесе мүлде жоқ болады. Үшіншілері, жүрек азап шеккенде тазарады деп сенеді. Португал ақыны Луис Камоенес былай деп жазды: бізді басқа ештеңеде үлкен азаптар секілді жоғарыға көтере алмайды. Алғашқы күнә жасаған сәттен бастап адамзат онымен бірге жер және онда тіршілік ететіндердің барлығы азап шегуге душар болды. Ол жаратылмыш әлемінің ажырамас бөлігіне айналды. Бірақ оны ұстанатындар сол арқылы рухани кіршіксіздікке және таза жүрекке қол жеткізу үшін өз тәндерін азап шеуге әдейі мәжбүрлейтін діни ағымдар да бар. Әрине, шынжыр бұғау иығынды басқан, ашықтан көзін қарауытқан, аяғына үшкір тастар батып жатқан кезде жаман ойларға берілу қиын. Бірақ та бұл құбылыстың екінші жағы да бар. Ауыр сынақтан өткен адамдардың кейбіреулері қатыгез, тас жүрек болып кетеді. Бұрын бастарынан өткен азаптары туралы әңгімелегенде адамдардың реніштен дауыстары қарылғып, сөздеріне кекті жас келетіндерін жиі байқауға болады. Мұндай жүрек тазарады ма? Әлде әлі де сауға мұқтаж ба? Таза жүрек бұл моральдық ластанғаны емес. Сондай-ақ реніштен, қайғыдан таза жүрек. Сенушілер сол кезде Құдай қайда болды? Соғыс басталғанда, ашаршылық болғанда, дерт жайлағанда, балаларды қорлағанда және тағы басқа деген ашулы сұрақты жиі естиді. Жоғарыдан туылмаған, жүрегі таза емес адам өз азаптарынан Құдайды көре алмайды. Ол тек Құдайға жаңағындай кінә таға алады. Адамдардың ғасырлар бойы қиындықтары біреу ғана қиындықтың түпті себебін айналып өтіп, бәрін өз күшімен шешуге талпыну. Сол емес пе? Күннен күнге қандай жағдай болсын, адамдар бәрін өз күшімен шешуге тырысады. Қиын жағдай болған кезде, өздері шеше алмаған кезде неге деп сұрақ қояды Құдайға. Неге деп? Қандай әдістер мен тәсілдер ойлап тапса да, олардың бәрі бекер болады. Таза жүректі тек Құдай ғана жасай алады. Қанша тырысса да бұл адамның қолынан келмейді. Кейбірде адамдар көп нәрсені түсінбеуі мүмкін. Бірақ Құдай бізге көмектесуге дайын. Біз оған дұға етіп, одан күш сұрауымыз керек. Жаңа күнәдан тазарған болмыс айналаны рухани көзбен көру, рухани заңдарды білу және түсіну қабілеттеріне ие болады. Ал бұл Құдайдың күшін, еркін және билігін, оның мейірімділігін мен сүйіспеншілігін көре алуды білдіреді. Иса Мәсіх шәкірттеріне былай деді: кім мені көрсе,
соның әкені де көргені. Адамға айналған Құдай өзін адамдарға көрсетті. Жана, таза жүрек беретін Құдай өзін құтқарылған күнәқарға көрсетеді. Онсыз қоршаған өмірден Құдайды көру мүмкін емес. Философтар, жазушылар және өзге де адам жанының инженерлері қолдарына шам алып іздеген идеал міне сол кезде ашылады. Оның жаңағыдай қоладан жасаған кітаптарындағы, аңыздардағы еліктеуге болатын үлгілерден айырмашылығы бұл идеал тірі, жаны ашығыш, түсінуші және қабылдаушы идеал. Уа Құдайым, жүрегімді тазарта көр, рухымды берік қылып жанарта көр дейді Дәуіт өзінің Забур жырында. Мінекей осындай бүгінгі тақырып біздің достар. Сонымен жүрегімізді таза қылуға тырысайық, таза жүректі іздейік. Ал таза жүректі бізге тек тірі жаратушы Құдай ғана бере алады. Осымен бағдарламамыз аяғына келді. Келесі жолға дейін сау болыңыздар деп айтуға уақыт келді. Әрине, Алла тағала сіздерге аманшылық берсін, жанұяларыңыз тыныш болсын. Біздің alkitab.media деген сілтемеге өтіп, сонда керек кітап сабақтарын өтуге ұмытпаңыздар.